Бәріне сәлем достар, сіздермен Нұрлан. Бүгін мен сіздерге жалпы Smart Money концепциясы қалай жұмыс істейді, неге оны қолданамыз, маркетмейкерлер қалай жұмыс істейді, Price Action дегенімізіне, Smart Money дегенімізіне, соның барлығын осы видеороликта максимально оңай қылып түсіндіргім келіп тұр. Бұл видеороликқа ешқалай дайындалған жоқпын, и скорее всего ешқандай редакциядан өтпейді, яғни қалай жасалынды, солай салынатын болады. Енді ең алдымен давайте анықтайық. Smart Money дегеніміз не, Price Action дегеніміз не, маркетмейкер дегеніміз кім? Smart Money, прямой перевод, это умный капитал, умные деньги, ақылды ақша, соның жұмыс істеу түрі. Price Action просто бағаның қимылдауы, ценообразование. Маркетмейкеры рынокты жасайтын адамдар, прямой перевод. Рынокты қимылдататын, как раз движенияларын барлығын жасататын адамдар деп айтсақ та болады в целом. Сіздерге қазір оңай қылып түсіндіруге тырысып отырмын. Енді ең алғашында давайте анықтайық. Ақша, спрос, предложение қалай осы нарықтың ішінде, финансовый нарықтың ішінде жұмыс жасай алады в целом, да? Ең алдымен сіздерге мен нарықтың, финансовый нарықтың Форекс дейік. Допустим, Форексте не олар? Валютный пары, да? Евро-доллар, доллар-фунт, там японский мен доллар болуы мүмкін, разница жоқ. Форекс это просто обменник денег. Бірақ та соның ішінде де на разница ақша табуға болады. Ол жақта да плечи бар, ол жақта да брокермен жұмыс жасайсыздар. Ну, в целом обычный финансовый инструмент, финансовый рыноктың бір тоже ақша табуға мүмкіндік бар жер. Яғни енді ближе к делу, допустим, мен бұны до этого бір роликта айтқан болатынмын. Спросты көбейткен кезде бізде не пайда болады? Бізде имбаланс пайда болады. Имбаланс дегеніміз не? Ол неэффективное ценообразование. Яғни ол жер пустой, өйткені бізде как раз таки не жоқ, объемдар ол диапазонда жоқ. Яғни спростың немесе предложениенің көп болудың әсерінен бізде неэффективный ценообразование пайда болады, яғни имбаланс пайда болады. Допустим, мына жерде бізде, давайте мен алдыңғы роликте қалай айтқан болатым, соны айта кетейін, өйткені дайындалған жоқпын, все-таки да. Қараңыздар, сіздерде 1 триллион долларов бар, да? 1 триллион долларов бар. Сіз евро-доллар парасын ашып тұрсыз, допустим, и 1 триллион долларды сіз евроға айырбастағыңыз келіп тұр. Енді мынау біздің графиктегі свечаларымыз. Краски баға қимылдап өсіп жүр, түсіп жатыр, өсіп жатыр, түсіп жатыр, өсіп жатыр, түсіп жатыр. Енді мынау в целом біздің барлық графигіміз деп есептейік. Ары қарай бізде дым жоқ. Мына жақ, үстіңгі жағы пустой. Енді қазір 1 минут жоғары көтере салайын. Енді мына жерде бізде получается, қараңыздар. Мына жер бізде объемдар бар осы диапазонда, примерно 100 миллиардқа деп айтайық. Мына жерде 50 миллиардқа объемдар бар. Объемдар, яғни лимитный ордерлер. Адамдар осы диапазонда сатуға дайын. Адамдардың стоп-лостары тұр, өйткені былайша айтқан кезде, допустим, мына жерде сіздер шорт позициясын ашатын болсаңыздар, сіздер стопты қайда қоясыздар? Әрине маңызды максимумның артына. Яғни осы жерде сіз на продажу позиция ашсаңыз, яғни сіз на покупку тек, то есть стоп-лоссыңыз тұрады. То есть именно осы жерде сіздің стоп-лоссыңыз лимитный ордер болып тұрады. Мына жерде то же самое. Кішкене кетіріңіздер. Мына жерде сіздерде то же самое, стоптарыңыз осының артында орналасады. Далее, допустим, мына жақта уже ең маңызды, самый маңызды максимум арты, допустим, мына жақта бізде целых 200 миллиардқа объемдар бар.
яғни бізде 150 и 200 миллиардқа дейін общий 350 миллиардқа объемымыз бар. Адамдар 350 миллиардқа сатуға дайын. Ал бізде не бар? Бізде 1 триллион долларов қой, яғни дұрыс па? Рынок бойынша сатып алу, ол просто рынокта қандай предложение бар, сол бойынша автоматом сіздің позицияңыз сатып алына береді все время. Яғни сізде 1 триллион доллар болса, рынок бойынша сатып алсаңыз, рынокта қандай предложение бар, стаканда қандай предложение бар, сол бойынша сіз сатып ала бересіз, пока сіздің барлық объемыңыз ақталғанша. Сізге осынша объемға басқа адамдар сатқанша сіздің позицияңыз ашық тұра береді, пока осы исполнять еткенше. Енді қараңыздар. Рынокта, нарықта жалпы 350 миллиардқа ғана предложение бар. Яғни сіз мына жерде, допустим, сатып алуға шешім қабылдадыңыз. Далее не болады? Баға резко көтеріледі. Почему? Потому что сіз осы жерде рынок бойынша сатып алдыңыз. Ну, прям идеально болмауы мүмкін, кішкене откатпен осылай көтерілуі мүмкін. Өйткені осының артында ярый там игроктар пайда болуы мүмкін. Давай осы жерде мен де позиция ашып үлгерейін, максимумды снимать еттік, баға астына қарай құлап кетуі мүмкін деген секілді адамдар сатуы мүмкін, и бағаны кішкене құлатып, кішкене коррекцияға жіберіп отыруы мүмкін. Но в целом сіз рынок бойынша сатып алып тұрсыз ғой, дұрыс па? И пока сіздің полностью объемыңыз ақталмағанша, сіздің позицияңыз открытый болып тұра береді. Далее, не болады дальше? Қараңыздар. Мына жақта бізде дым жоқ, ешқандай объем жоқ. Мына жерге дейін сізде 350 миллиардқа уже объемыңыз ақталды. Далее сізде әлі 650 миллиард объемыңызды қайдан табады рынок? Сізге адамдар сату керек қой. Яғни сіз осы моментте спросты көбейтіп жатырсыз. Спрос көбейген кезде не болады? Баға өседі. Сіз бағаны өте қатты өсіріп жібердіңіз. Мынаны өшіре салайын пока. Мынаны бүйте салайын. Сіз бағаны өте қатты өсіріп жібересіз. Пока мына жерде сіздің полностью объемыңыз ақталғанша. Бағаны өте қатты өсіріп жібердіңіз. И осы жерде сіз жаңағы 650 миллиард қалған ақшаны ақтап сатып алдыңыз. Почему? Потому что баға өсіп кеткен кезде сіз, допустим, қазіргі құны примерно евро-доллардың құны қандай? Ол ориентировочно почти 1-1 болып тұрды. Қазір кішкене өсті енді әрине. Соответственно, сізде үстінде спрос көбейеді, сіз предложение бере берген соң, дұрыс па? Сіз сатып алам дей берген соң, сіздің ар жақтан спросты көбейтіп тұрсыз ғой. Предложение жалпы жоқ. Баға өседі, баға өскен соң үстіне адамдар пайда болады сатуға, арасында коррекция болып тұрады әрине. Бірақ та сіз чем выше растете, тем быстрее останавливаетесь. Почему? Потому что баға өте қатты чересчур қымбат болып кетті. Мына жерде уже баға 1-1 емес, уже 1-2 болуы мүмкін. Яғни спрос қатты үлкен болғандықтан құны әрине өседі. Өскен кезде евроның құны уже 2 долларға тең болуы мүмкін. Яғни мына жерде сіз уже 1-1 емес, 2-1 алып жатырсыз. Это уже 2 есе, как бы говоря, дороже, дұрыс па? Далее бізде не пайда болды? Мына жақта ешқандай объемдар жоқ. Әрине психология бізде айтады то, что 2 доллар 1 евроға тең емес, ол слишком қымбат. Это, во-первых. Во-вторых, мына жерде бізде ешқандай объемдар жоқ. Именно осы жерде неэффективное ценообразование болады, өйткені қатты спрос немесе қатты предложение үлкен болған кезде осылай пайда болады. И баға рано или поздно осы имбалансты жабады. Как раз таки мынау чересчур баға көтеріліп кетті. Сонда не болады? Баға әрине құлайды, өйткені спрос слишком большой болғандықтан ценасы слишком қымбат болып кетті. И баға әрине в любом случае құлайды. То есть примерно қайтадан өз бағасына келеді. Примерно 1-2 болуы мүмкін, 1-2 болуы мүмкін деген секілді. Бірақ та
все равно примерно осы диапазонға қайтадан келеді. Енді мына адам сонда не болды? Бұл адамда уже 1 триллион долларовтан 650 миллиардқа алды, 2 есе қымбат қылып алды, и баға қайтадан қымбаттап кетті. Бұл адамның уже кем дегенде 50-60% уже жоқ депозитінің, потому что ол адам через чур сатып алды. Через чур сатып алды дегенде спрос қатты көтеріп жіберді. Как раз неразумно, просто рынок бойынша кіре салды, өте үлкен көп ошибкаларды допускать етті. Яғни мен сіздерге жалпы, егерде крупный игроктар рынок бойынша сатып ала берсе, қандай эффектілер болатынын көрсетіп отырмын. Именно поэтому үлкен капиталдарға ликвидность жинау, просто позиция кіру немесе шығу үшін ликвидность именно осы мақсатымен жинайды. Оларға не обязательно, олардың мақсаты сіздер стоп-лосс ұстап, там убыток болсын деген мақсат ондай емес. Олардың мақсаты просто позициясын ақтап шығу, и все. И все на этом. Это рынок такой. Просто оларда ақшалары көп, соответственно, оларда да убытоктары, соответственно, өзінің депозитіне сай болады. Бірақ та то, что олардың ликвидность жинауы, это основа, чтобы хотя бы заходить в позицию или выходить из позиции. Именно поэтому олар ликвидності жинайды. Ал енді ликвидності жинап отырып позициясына кіру немесе шығу и осы арқылы позиция ақша табу, это и называется умный капитал. Умный капитал всегда что делает? Ликвидності жинайды, далее манипуляция жасайды, чтобы ликвидності жинау мақсатымен, әдеге какие-то вот манипуляции не только ценой, да, но и психологии. Жалпы әдеге олар ложный сведения айтады, там крах FTX биржа деп айтуды мүмкін. Олар, возможно, оның барлығын намеренно жасады, біз оның барлығын біле алмаймыз. То есть это все обусловлено чем-то в любом случае. Поэтому манипуляция жасайды, это нормально, сіздерді страх болсын деп, это они специально сіздерге страх сеять етеді, это все обусловлено. Они специально манипулируют ценой, чтобы ликвидності жинайды, ликвидность жинағаннан кейін өздерінің табатын ақшасын табады. Ликвидность жинады, баға көтеріліп кетті. Это обычная картина, это sell to buy, buy to sell дейді. Сол секілді, допустим, да, вот баға түсті, көтерілді, түсті, көтерілді. И вроде как осы жерде баға өсу керек, бірақ та мынау маңызды минимумда буквально осылай бір түртетті, қайтадан өсіп кетеді. Осы моментте сіз стоп-лосс ұстайсыз и баға қайтадан өсіп кетеді. Осындай картинаны сіздер өте көп байқауларыңыз мүмкін. Это как восходящий к нисходящему ауысып отқан түрі болуы мүмкін, и также наоборот. Это они специально делают, это закон джунглей деген секілді, бұл закон финансового рынка. Поэтому үйрене беріңіздер. SFP, ложный пробой с целью захвата ликвидностью, Вики, да, это все рынок ішінде, это намеренно жасалынатын нәрселер. SMT корреляция деген нәрселер бар. Давайте, кстати, мен сіздерге өте мынандай SFP жайлы моментті көрсетейін. Так, сделка болды, ол бүгін таңертең. Мына жақта мен эфириумда ашайын. Так, қайта фреймде болды, интересно. Давайте кішкене күте тұруларын сұраймын, өйткені все-таки сіздерге бола жасап жатырмын, и сіздерге пайдасы тиеді. Вот осы момент. Так, мына жақта да осы момент. Он 15 минут таймфреймге қояйын. Так, қараңыздар. Мен мыналарды өшіре салайын. Біз не көріп тұрмыз? Мына жер, как раз таки ол мына жер, если что. Екі жақтан да бірдей көрсетіледі. Біз биткоинда не көріп тұрмыз и эфириумда не көріп тұрмыз. Смотрите, биткоинда біз перехай қылдық, но не закрепились свечой. Біз тенью только закрепились. Ал мына жақта не көріп тұрмыз эфириумда? Эфириум ондай нәрсе жасаған жоқ. Перехай болған жоқ, свечой или тенью закреп жасаған жоқ. Яғни, осы моментте біз дополнительный фактор, это чоч, это смена тренда мені көріп тұрмыз, мына жерде де көріп тұрмыз, смена тренда бізде бар,
имбаланс диапазонын я отметил, имбаланстан позицияға кірдік. Мына жерде то же самое, мен позицияға кірген болатым осы имбаланстан. Примерно отмета жасай салайын. Мына жерде имбаланстан позицияға кірдік, стоп за маңызды максимумдар. Бірақ та тот момент, то, что мына жақта бізде SFP болғанын, это доказывает, это просто без закрепа. Во-первых, екіншіден бізде SMT болды, расхождение между коррелирующими парами, то есть корреляция деген паралар қайталайды өздерінің істерін, яғни эфириумда болып жатқан нәрсе биткоинда қайталанады, индекстер то же самое, S&P мен биткоин тоже корреляция жасайды, өте көп паралар бір-бірімен корреляция жасайды. Егер де біреуінде тура сондай движение болмай, наоборот, немесе перелой жасап кетсе и четче көрсеңіз, ал екіншісінде ол болмаса, это значит, это просто захват ликвидности болды дегеніміз сөз. Поэтому оның барлығы все обусловлено. То есть өте интересный момент. Бүгін утром өте грамотные сделки болған, к счастью. И далее мына ростты көрдік. То есть бұл рост туралы мен еще до этого айтып жатқан болатынмын. Эфириумды қарастырған жоқпын, бірақ та мен оны 4 сағат таймфреймде биткоинда қарастырған болатынмын. Өте қарапайым стратегия, имбалансын толтыруы, деман зона, девиация, отработка прям супер. 4RR, цель менде все еще 18200-ді обновить ету негізінде. Бірақ та уже 90% уже оправдалось, да? Дополнительно эфириумды қарай салайық, сіздердің көзінше кішкене вкратце разбор жасай салайын. Эфириумда бізде равный хай пайда болды. Как раз таки осы снятиесі в любом случае болады. Это уже 100%. И далее бізде мына зона бар, отметить слайн, но бізде викпоп келеді как раз таки. Осы диапазон. Так, интересная картина, да? То же самое мына жақта да. Мына жерде позицияға кіретін мүмкіндік еді. По идее, қараңыздар, біз смена трендін көрдік, supply зонаны көрдік, OTE зона бар, имбаланстың толтырылуы бар. Именно осы жерде біз шорт позицияны қарастырсақ болушы еді. Бірақ та мен бұл моментте графиктің алдында отбаған едім, өкінішке орай. Но ничего страшного. Заработать еще успеем. Наны өшіре салайын, пока тоже өшіре салайын. Тоже вик тенью отметить слайд. Вот в целом осы. Так, далее енді темадан алшақтамай, енді жалғастырайық, да? Мынаны өшіре салайын. Енді, то есть өздеріңіз көріп тұрғандай, осы моментте, допустим, да, осы жерде давайте толықтыра кетейін. Smart Money – это умный капитал, который все время собирает ликвидность. Мына жерде біз не көріп тұрмыз? Мына жерде бізде өте, видите, өте кіші, буквально на 45, ну, где-то 25-20 пунктовқа бізде ликвидность жиналды. Всего лишь өте аз негізінде. Бірақ та все равно бұл бізде считается как девиация ретінде. Далее біз не көріп тұрмыз? Астында имбаланстар пайда болды, яғни имбаланстар пайда болған, оның барлығын біз жауып шықтық. Далее бізде перелой болды со снятием ликвидности. Во-первых, мына жерде равный лой пайда болған. Мына жерде бізде SFP болды, снятие ликвидности пайда болды. Далее смена тренда болды. И осы жерлерде біз позицияға кіруге қарастырсақ болушы еді на заполнение имбаланса. Как раз таки осы моментте. То есть осы жерде мен позицияға осылай қарастыруға болатын еді. Цель менде кем дегенде мына максимум снятиесі. Это самый минимальный цель. Самый минимальный. Он өзінде 2-4% очень уверенно смогли забрать. Это прям консервативно стоп ретінде қойдым, ал егер чуть агрессивнее болса, бізде уже соотношение риска и прибыли 3-5 болушы еді. Енді бұны жаба салайын. То есть мына движение с целью захвата ликвидности болды. Мына движение то же самое с целью захвата ликвидности. Бағаның жоғары қарай өсуі неге десеңіздер. То же самое. Мына ликвидностерді жинау мақсатында
мына движение өсіп бара жатыр. То есть бағаны просто так ешқашан көтерілмейді. Баға всегда ликвидность бар жаққа қарай қимылдайды. Всегда. Это закон рынка, финансового рынка. Он не просто так двигается. Манипуляция болады, да, новостные тоже моменты будут. Новость кезінде просто торговля жасамаймыз. До и после 15 минут желательно не торгуем вообще новость кездерінде. Потом выходной күндер тоже не торгуем. Фондовый рынок, форексный рынок отдыхает. Ол кезде волатильность снижена. То есть отработка любых торговых стратегий снижается. Яғни торговый стратегиялардың любой отработкасы төмендейді, өйткені волатильность төмен. Вот. Поэтому ол кездері воскресенье, суббота күндері, выходной күндері біз оларды не нәрсеге арнаймыз? Біз оларды саморазвитиеге, работа над ошибками, работа над отчетностями, как раз таки солармен біз жұмыс жасаймыз. Всегда суббота, воскресенье строго сондай болу керек. Егер де даже позицияға кіретін болсаңыздар, сіздер 0,5% кем дегенде, то есть максимально сіз 0,5% рисковать етуіңіз керексіз, потому что это рискованно. Вот, почему-то осы ролик кішкене ұзақта болып жатыр, в целом, да, өте ұзақ, өте информативно болып жатыр деген ойдамын. И надеюсь, сіздердің сұрақтарыңызға барлықтарына жауап бере аламын деп ойлаймын. Кстати, арасына қыстырып жібере салайын, то, что бізде, лично менде, қазір обучение болып жатыр, курс наставничества ретінде салыстырмаңыз обычный курспен. 30% жеңілдікпен мен бірінші рет осындай түрде 30% жеңілдік расында мен бірінші рет беріп тұрмын. Және де Каспи рассрочка 12 айға бар. 31 декабрьге дейін осындай мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы курс наставничествоға алуға. Жалпы сайтқа ссылканы жіберем через телефон удобнее, через таплинк ретінде, мысал ретінде сіздерге көрсете салайын, как это будет выглядеть на телефоне. На телефоне осылай көрінеді сіздерде. Жалпы для кого это обучение? Егер де сіздер дополнительный источник дохода іздесеңіздер, егер де өздеріңізге жұмыс жасасаңыздар, егер де уже көптеген ақша жоғалтсаңыздар трейдингте до этого, да, и болмайтын какой-то не в тему, некачественный курстарға ақша құртсаңыздар, және де маркетмейкер қалай жұмыс істейтінін көрсеңіздер, егер де сіздер стоп-лосспен все время жауап беретін болса, это обучение для вас. Бесполезный курс туралы мен айта кетейін қысқаша, да. Менде қазір әр ученикім, мы сейчас лично, я обучал уже примерно больше 25 человек, 25 адамнан уже көбісін оқытып шықтым. Оқып жатқан оқушыларым да бар әлі. Енді қараңыздар, әр қайсысы практически каждый второй 2 немесе 3 курстан сатып алған. Последний человек, то есть соңғы алған адамдардың бірі, ол бір кісі бар, мұғалім, такс Түркістанда ма, если не ошибаюсь, да. Сол мұғалім кісі 850 мың теңгеге до этого 3 курс сатып алған болатын. 3 курс сатып алған. Ойлаңыздаршы, целых 3 курсы 850 мың теңгеге, әр қайсысы оның көңілінен шыға алмады. И маған келді да, біз оған жай ғана 5 модулей бердік, вводный материал ретінде. Ол кісі не айтты деп ойлайсыздар? Ол кісі айтты то, что біздің 5 жай ғана вводный материал. Алғашқы просто анықтамалы материалдарымыз біздің осы, да, сразу сіздерге берілетін сатып алғаннан кейін, да, после басталған кезде бір аптаға арналған. Осы материалдар басқа мен алған курстардың 80% материалдары ғой дейді. Ойлаңыздаршы, осындай ақпараттарды басқа курстардың біреуі дұрыстап бере алмайды да, түсіндіре алмайды деген нәрсе айтып жатыр. Біз бұны прекрасно білеміз, потому что басқа курстарды өзіміз анализ жасағанбыз, басқа курстар не беретінді білеміз, и қандай бағаға да беретінін білеміз. Тіпті бинарный опциондарды адамдар қазір 250 мың, 350 мың теңгеден сатып атқан адамдар бар екен, әлі де адамдар соны алады. Мен уже бинарный опцион жайлы видеоролик түсірген болатын, егер де ол көмектеспесе, енді мен еш нәрсе жасай алмаймын, өздеріңіздің мүмкіндіктеріңіз. Енді жалпы 2 тілде танысаңыздар болады, яғни қазақ тілінде немесе орыс тілінде үйренесіздер, 10 видеоматериал, больше даже, более 10 личных созвонов жасайтын мүмкіндіктеріңіздер бар, и личный, и групповой да болады, методичкалар болады, яғни видеороликтердің астарында сіздерде кітап болады, сол кітаптың ішінде барлық ақпараттар болады, үй тапсырмасы болады, үй тапсырмасын тексеру обязательно, оны орындамасаңыздар келесі урокқа доступ ашылмайды. Сол үшін сіздермен үй тапсырмасымен лично да жұмыс істейміз, көмектесеміз, поэтому сіз игеріп шығасыз деген
прям уверенность бар менде, бірақ та енді біз сіз бола алмаймыз, дисциплинаны сіздің орныңызға сақтай алмаймыз, именно поэтому бәрібір де сіздің қолыңызда. Дальше өздеріңіз танысып шықсаңыздар болады. WhatsApp-қа жазасыздар, если что. Қазір новогодний акция 12 месяцқа алсаңыздар болады. Стоимость курса 30% скидка. Қазіргі бағалары прайс-лист қарап шықсаңыздар болады. Скорее всего, егер де сіз бұны чуть позднее көріп тұрсаңыз, бағасы уже басқаша болуы мүмкін. Это на сегодняшний день мен сіздерге осындай баға. Если что, отзывтар өте көп, негізінде бұл жерге мен өзім толықты сидіре алмаймын, в основном видео материал ретінде отзывтар. Поэтому, если что, сұрасаңыздар жіберіп қоямын. Вот, жалпы осы. Танысып қойық, елбасы Нұрлан, обращайтесь, обсудим все. Так, кешірім сұраймын, то, что осында рекламная пауза болғанына, это необходимо, все-таки дополнительно доход ретінде, это бәрібір де ютубқа тегін материал саламыз, көптеген телеграм каналдарын барлығын тегін жүргіземіз, тегін статья, оның барлығынан какой-то бір приятный дополнительно актив ретінде доход любой адам көру керек. Финансовая грамотностьтің бір пункты сізде кем дегенде 7-8 источник дохода болу керек. Кем дегенде 7-8 источник дохода. Құдай қаласа мен соған жұмыс жасап жатырмын, и в скором времени мен де сол результатқа жетемін деген ойдамын. Вот, далее, это чисто финансовая грамотность ретінде осыны сіздерге совет. Далее, просто девиация мен отработка, имбаланстың толтыруы, снятие маңызды минимум, яғни SSL, на жақта кімдердің стоптары орналасады деп ойлайсыздар. Егер де осы жерде сіздер позиция ашсаңыздар, әрине сіздер стопты осы маңызды минимумның артына қоясыздар. Именно осы жерде сіздердің стоптарыңыз орналасады, и осы жерде, міне осы жерде бүйте салайын, сіз стоп ұстайсыз. Вот осылай сіз стоп ұстайсыздар. Вот, как раз таки баға еще имбаланстың ровно половинасын толтырды, если что, на заметку. Егер де сіздер мына жерде шорт позиция ашатын болсаңыз, сіз стопты қайда қоясыз? Әрине осы маңызды максимумның артына қоясыздар. Дұрыс па? Осы жерде опять стоп ұстайсыздар. Тағы да түсінбейсіздер, неге мен бәрін дұрыс істеп жатырмын ғой деген секілді. Немесе сіз осы моментте осыны как раз таки поддержка или сопротивление деп ойлауыңыз мүмкінсіз. Осы жерде мына реакцияны көріп тұрсыздар ма, свеча құлап кетті. Осы жерде сіздер осылай позиция ашуларыңыз мүмкін. И стоп-лосс ұстайсыздар. Там сопротивление менде бар, там қазір баға астыға қарай құлау керек деп ойлап, опять стоп-лосс ұстайсыздар, дұрыс па? Технический анализ ғой, технический анализ, сопротивление, поддержка сызып алғанбыз, біз бәрін білеміз, да? Мына жерде не көресіздер? Мына қара свеча наға дейін жетпеді, все, ойбай, позицияға кіреміз, там реакция болып жатыр, поддержкамыз мощный екен дейсіздерді, тағы не болады? Опять стоп-лосс ұстадыңыздар, опять түсінбейсіздер, не болып жатыр, неге бүйтіп жатыр? Әрине, потому что сіздер дұрыс қолдана алмайсыздар стопты. Қай кезде позиция кіру, подтверждение күтпейсіздер. Почему? Потому что сіздердің барлықтарыңыз өте қарапайым информацияға тойып алғансыздар. Өте қарапайым информация. Трейдинг деген оңай нәрсе емес, бұны үйрену керек, оқу керек. Мен қаншалықты білімім жақсы болса да, мен күнде қайтадан материалдарды қайталаймын, жаңа ақпараттарды іздеуге тырысамын күнде. И ошибками жұмыс істеймін все время. И за счет этого мен результатқа жете аламын. Это и называется система. Далее, просто работа с ликвидностью болды, отмечать еткен квадратный зоналардың барлығы низковолатильный моменттер, даже сессияға қарамай, это низковолатильный. Мына моментте тіпті свеча үстіңгі ликвидності да и астыңғы ликвидності де жинап шыққан болатын. Мына жерде бүйтіп көрсете салайын аш. Мынаны сіз сызып алуыңыз мүмкін, сіз то же самое да, көрдіңіздер ма? Ликвидность опять жиналды, осы жерде де қайтадан жиналды. Низковолатильный момент, баға реакция алды, то есть на жақта имбалансты көріп тұрмыз, 6 сағаттық таймфреймде имбалансын толтырылған көріп тұрмыз. Имбаланс пайда болды, мы его перекрыли, неэффективное ценообразование. То же самое имбалансы толық толтырдық мына жерде де.
Имбаланс как раз таки неэффективное ценообразование, ол жерде объемдар жоқ қой, яғни бағаны ол диапазонға жетсе, дальше бағаны баруы, то есть имбалансын толтырғанға дейін ему гораздо легче, потому что ол жерде ешқандай объем жоқ, препятствий жоқ, былайша айтқан кезде. Так, в целом умный капиталын вкратце сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын, кішкене ұзақта болса да. Енді маркет мейкер дегеніміз кім? Ол не бәле біздің стоп-лосстарымыз жинай беретін деген болсаңыздар, это максимально просто, это как раз таки исполнитель умных денег. Именно сол адамдар алгоритмді рынок даже ашылмай жатып, олар алгоритмді выстраивать етеді. Біз так осы жерде осы уақытта біз сіздердің стоп-лосстарын ұстаймыз, осындай движениеден кейін деген секілді алгоритмдерді құрайтын адамдар именно солар болып келеді. Потому что қалай? Неге олар рынокпен как хотят манипулировать ете алады в целом, да? Это маркетмейкер деген жалғыз бір адам емес, ол өте үлкен компаниялар, өте үлкен как раз таки умный капиталдар не істейді, ақшасы көп адамдар не істейді, олардың ақшасы өте көп қой, олар же не разбираются в финансовых рынках, олар не істейді, өз ақшасын жаңағындай маркетмейкерлерге береді. То есть какие-то инвестиционные компании, допустим, да, или институциональные там банки, там ондай адамдар компаниялар көп, в целом сондай адамдарға береді, которые разбираются в таком рынке. Именно соларға ақшасын береді. Получается, умный капитал өз ақшасын сондай адамдарға тапсырады. И сондай умный капиталдар, давайте сразу сызып көрсете берейін, чтобы сіздерге воспринимать етуге ыңғайлы. Мына умный емес, бұл маркетмейкер деп есептейік та. Маркетмейкер. Дәл осындай умный капитал деп ойлайтын адамдар, кешірім сұраймын, кішкене шатасып кеттім. Мынау бізде маркетмейкер, мына жақта ақшасы көп адамдар, бай адамдар, короче. Бай адамдар, бір сызық ол бай адамдар. Как раз таки осындай бай адамдардың барлығы не істейді? Әрине басы істейтін финансовый инструментпен қолданылатын какой-то инвестиционный компания, банктерге тапсыру мүмкін. Олар не істейді? Олардың ақшасын эффективно қолданады, потому что олар біледі, қалай қолдану керек екен. Бұлардың барлығы ақшасын как раз таки маркетмейкерге тапсырады. Маркетмейкер осылардың барлықтарын ақшасын алып, рынокты былайша айтқан кезде айырады ғой. Вот так вот, да? Кішкене осылай сөйлейік, наверное, интереснее болады. Вот, в целом, вкратце осылай. То есть маркетмейкер былайша айтқан кезде максимально оңай тілмен бұл просто исполнитель. Все. Именно поэтому ода мүмкіндіктері бар, возможность бар, бағаны как угодно манипулировать етуге. Олар біледі заранее. Кстати, манипулировать рынком можно даже недельно таймфреймге дейін, если что. А выше уже практически нереально. Былайша айтқан кезде. Максимальный потенциалын айттым. Рынок абсолютно фрактальный, даже бір сағаттық таймфреймде отработка жасайтын нәрсе 30 секундта да отработка жасай алады. Просто таймфрейм кішірейген сайын шум көбейеді, детальность көбейеді, әр сделканың манипуляциясы көрінеді, яғни это уже шумный болып былайша айтқан кезде картина. В целом, smart money дегеніміз это умный капитал, price action дегеніміз ценообразование. Осылардың бағаның қалай? Кстати, price action туралы мен сіздерге особо айта өткен жоқпын да. Былайша айтқан кезде бағаның қимылдауы. Баға қалай қимылдағанға байланысты біз уже будем знать, где у нас находится, что у нас потом будет, қалай потом қимылдайды деген секілді, да. Это максимально просто. Я считаю, да, допустим, девиацию увидели, ликвидность қайда бар, бағаны примерно таким образом, осы диапазонға дейін бағаны поставка жасайды. Все, это и есть price action. Но сіз оны price action туралы просто сіз біле алмайсыз. Яғни price action мен smart money. Smart money это концепция. Price action арқылы біз smart money'де қолданылатын следы умного капитала графиктің ішінде ценообразование арқылы, яғни price action арқылы анықтай аламыз и далее солармен бірге торговля жасай аламыз. Яғни умный капитал оставляет свои следы в виде имбаланса. Имбаланс ретінде іздерін қалдырады, ликвидность ретінде іздерін қалдырады. То же самое ликвидность снимать етілуі, алынбауы, ордер блоктың іздері, да, ордер блок қалу, supply, demand, зона поставкілер қай диапазонда орналасқан,
оның барлығын біз как раз таки именно price action арқылы анықтай аламыз. Осы ценообразование, осы график арқылы анықтай аламыз. Вот, это и есть price action. В целом, сіздерге барлық ақпаратты түсіндіре алдым деген ойдамын. Допустим, мына жерде бізде supply зона, order block зона деп айтылады кейбіреулері. Әр жерде кішкене разнятся етуі мүмкін сөйлеу түрлері, қолданылатын термин түрлері де. Но в целом одно и то же поставка цены. Далее имбаланстың толтырылуы. Осы жерде убыточный позиция ашқан адамдар не істейді? Активно сата бастайды, дұрыс па? Активно сата бастайды, өйткені олар без убыток шығу керек қой, имбаланс толтырды тем более. Все, олар активно сата бастайды, баға астыға қарай құлайды. Видите, баға резко құлап кетті ғой. Это из-за того, что мына жерде убыточный позиция ашқан адамдар без убыток шығу мақсатымен позициясын жаба бастайды, сата бастайды, соответственно.